Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Microsoft Word тізімдермен жұмыс және объектілермен жұмыс. Тізім Microsoft Word'та маңызды элементтердің бірі болып табылады және де өте жиі қолданылады. Менде мұнда тест сұрақтар берілген және мұнда тізім арқылы жауаптар берілген. Осыны жасап көрейік. Тізімді жасау үшін Microsoft Word'та маркері деген батырма бар. Яғни әртүрлі маркерлер арқылы тізім құруға болады. Сонымен қатар қасында нумерация деген батырма бар. Яғни ашқан кезде түрлі түрдегі тізімдерді құруға мүмкіндік береді. Мен мына тізімді таңдайын. Яғни вопрос 1 деп емес, просто сұрақ 1 деп жазып кете берейік. Так, менде жырына қосылып тұр. Өшіре салайын. Термин неге орысша демеңіздер, интернетте қазақ тілінде мысалдар жоқ. Қазақ тілінде материал өте аз. Сол себепті қазақша тергенмен, орысша тергенмен батырмалардың түрлері өзгермейді. Сол себепті мен осылай қалдырдым. Так, екінші сұрағым және үшінші сұрағым. Тізім автоматты түрде әрбір қатардан enter басып түсірген кезде өзі шығып отырып жатыр. Яғни мынау батырма менде қосылып тұр, включенный. И сол жерден ол өзі нумерация қойып беріп жатыр. Міне мен жазып бітірдім. Енді арасындағы жауаптарын берейін. Мына жерге тізімнің басқа түрін таңдаймын. Яғни ABC бізде жақша арқылы екен. Яғни ABC определить новый формат номера дейді. Именно жақшасы бары жоқ екен. Формат номера. Так, ABC. Және адай жақша қоям. Хорошо, бәрін алайық. Неге жырына қосылып жатыр? Бұл автоматты түрде қою үшін, қайта-қайта жазып отырмау үшін. Егер де автоматты түрдегісін таңдамайтын болсаңыздар, онда қолдан жазуға тура келеді. Қазір мен бір тізімді былай жаздым. Екінші тізімде мен өзім жазам. Міне. Ала. Ала бер, енді амал жоқ. Бергенше ала берсе, өткендегі алғаннан біреу-ақ қалды. Бір жылға жазып берді ғой бізге. Төртеу ма? Так.
Так, мен мынаны қолыммен өзім жаздым. Қолмен жазғанда енді автоматты түрде шыққаны жақсы, бірақ мына жерде формат осылай берілген. Егер формат осылай берілсе, значит мен солай жазуым керек деп тізімді өзім қолыммен жасап отырмын. ABC. Мынау тізімнің басқа түрі. Енді үшіншісінде басқа түрін қарап көрейік. Яғни бұл жерде бізде ABC-дің жақшасы бар, мынандай түрі бар екен. Так, тізім таңдаған кезде ыңғайлысы ол әр жол жазып отырмай сөз шығара береді. Сол себепті егер берілген формат міндетті емес дейтін болса, дайын тізімді қолданғандарыңыз дұрыс. Келесі мысал, тізімнің де деңгейлері болады. Яғни бір деңгейлі, мына жерде екі деңгейлі тізім берілген. Осы тізімді жасап көрейік. Так, тізім маркер арқылы. Яғни мен маркер таңдаймын. Сонан соң жазудың асты сызулы, яғни сызықты таңдаймын. Ары қарай жазып алайық алдымен. Так, сызық менде қосылып тұр. Негізгілерін жазып алайық, себебі екінші деңгейге түсу үшін өшіріп, қайта қосып отырмай, бір маркермен барлығын жазып алайық. Тем более оның асты сызылып дайын тұр уже. Шоколад, сосын бізде магазин петушок дейді. Свежемороженые изделия. Міне, бар осы. Енді екінші деңгейлі тізім жазамыз. Так, мынаны өшіремін. Және де мынадай таңдаймын, маркер. Міне, мынау тұр. Сонан соң, бұл уже басқа тізім. Бұл жерде уже өзі автомат түрде асты сызылып жатқан жоқ. Сол себепті уақыт үнемдеуге осы ыңғайлы. Алдымен бір тізімді жазып алып, міне тізім таңдағаннан кейін олар маркерді автомат түрде өзі шығарып жатыр. Ортта молочная изделия да бізде. Тағы маркердің түрін таңдаймын. Маркердің түрін таңдаймын. Мынаны өшіріп және де жазамыз. Молочные изделия, сыр, сосын астына творог молокосын жазып алайын. Енді сырдың ішінде менде үшінші деңгейде тағы да тізім бар. Бұған мынандай маркер қойған. Байқағандарыңыздай, ары-бері текст жылжып жатқан жоқ. Әрқайсысы бірінің астына бірі тұрып жатыр, себебі ол тізім. Ол уже четко әрқайсысы өзінің бір-бірінің астына тұрады. Жылжыту керек болса, жылжытып аласыздар. Жылжыту маған керек емес, маған осылай тұрғаны қазір дұрыс болып тұр. Сол себепті тұра берсін. Енді шоколадтың астында маркер таңдаймын. Так, жоқ, шоколадтың астында. Қате жаздым ғой. Конфеты деген, творог, молоко деген менде курсивом екен. Яғни бояп алып өзгертуге болады, немесе мәтінді жазатын кезде қосуға болады. Конфеты астында шоколадный плитки дейді.
шоколадный плитка. Және конфетыда менде үшінші деңгейде тағы да бір тізім тұр. Конфеты, ласточка и морские. Маркер таңдаймын. Так, сонымен конфеты ласточка және де конфеты морские. Так, ласточка, морские жаздық. Шоколадный плиткада Аленка және Альпенгольд деген бар екен. Аленка. Ой. Альпенгольд деген бар екен. Магазин Петушок бос бізде. Свежемороженое изделие, да? Маркер қоямын. Так, рыба бар және мясо бар. Рыба және мясо. Так, рыбада ішінде ментай и килька дейді. Маркер қоямын. Үшінші деңгей тізімге. Және оленева свинина дейді. Үшінші деңгейлі тізімге. Менде тізім дайын. Ерінбей неге теріп отыр демеңіздер. Бұл жерде мына тізімді екі колонкаға салып қойған. Соны көрсетейін деп отырмын. Яғни кейбір мәтіндерде баған түрінде, екі баған, үш баған түрінде мәтіндер орналасқан болады. Оны бізде колонки деп айтады Word'та. Және де колонкаға бөлу үшін міне тұрған мәтінді мен бояймын. Разметка страницы деген жерде міне колонки деген бар. Бізге не керек? Екі колонка, үш колонкаға қоюға болады, екі колонка керек. Ол бізге автоматты түрде бөліп, міне автоматты түрде бөліп, екі колонкаға бөліп берді. Яғни кейде колонкада мәтін қасында сурет орналасады, кейде осындай тізімдерді екі колонкаға бөледі. Бұл бір тұрған, мынау бізде жаңа терген мәтініміз кері қайтаратын болсам бір бағанда тұрған, осыны екі бағанға бөлуге болады. Енді мысалы үшін бастапқы берілген мәтін міне мынау тұр. Осыны две колонки дейтін болсам, мені екіге бөледі. Егер де мен мәтіннің астына қандай да бір кейде көп құжаттамаларда көп кездеседі. Яғни сурет қоятын болсам, қасына қандай да бір. Міне мысалы үшін. Колонкаға қою үшін кішкене уже жасаймыз. Сөйтіп мен осыны мәтінмен бірге белгілеймін суретті. Сөйтіп разметка страницы колонки 2 деп басатын болсам, міне қараңыздар. Яғни мәтін қасында сурет тұрады. Ол қалай тұр дегенде, бізде бір бағанда текст тұрады, бір бағанда сурет тұрады. Көп құжаттарда осылай кездеседі, мұны осылай жасайды. Яғни разметка страницы, колонки и колонканың ішінен бағандардың санын таңдайды. Кейде үш қатар болып тұрады, үш қатар текст тұратын мәтіндерде ол колонканың санын үштеп бересіздер. Енді разметка страницы деген ішкі бетте бізде поля деген, ол мынау құжаттың шетіндегі мынау бос орындар, яғни стандартты түрде жоғар жағынан 2, төменгі жағынан 3, сол жағынан 3, төмен жағынан 2, оң жағынан 1,5 болады. Талапқа қарай оны өзгертуге де болады. Мысалы мен сол жағынан 2 деп қоятын болсам, қазір мынау тұрған аралық кішірейеді.
міне, яғни қалып күйге келтіру, парақты қалып күйге қалып келтіру. Ориентация бізде книжный болуы мүмкін, ориентация альбомный болуы мүмкін. Яғни парақ көлденеңінен жататын. Бұны таңдайтын болсаңыздар, осы режим қосылады. Міне көрдіңіздер ме? Сонан соң